Кезекті лекциямыздың тақырыбы радионың қысқа тарихы деп аталады. Яғни бүгін біз радио журналистикаға қатысты оның тарихымен танысатын боламыз. Журналистің құралдары қалай жетілдірілді, кімдер ойлап тапты, қандай жаңалық әкелді деген сияқты мәселелерге тоқталамыз. Сол сияқты қазақ радиосының алғашқы жылдарына қысқа ғана тоқталып өтеміз. Жалпы адамзат технологиялық мәселелерде мына үш адамға қарыздар деп есептейміз. Әсіресе соның ішінде электромагнитті толқынның маңызы, оның өмірге келуі, осыған байланысты технологиялардың дамуы осы үш адамға қатысты. Бүгінгі электрлі құбылыстардың барлығы, ақпаратты тарату, жеткізу құралдарының барлығы электромагнитті толқынның негізінде жүреді. Міне соның алғашқы идеясын айтып, ғылыми тілде дәлелдеген ағылшын зерттеушісі Максвелл болып табылады. Майкл Фарадей болса, сол идеяларды практика жүзінде асыруға үлкен үлес қосты. Неше түрлі эксперименттер жасады, яғни электромагнитті толқынды игеруде үлкен алға серпіліс жасаған ғалымдардың біреуі. Ал тікелей электромагнитті толқынды пайдалану практикасын өмірге енгізген, электр қуатын пайдалануда жаңалық ашқан бұл неміс инженері Генрих Герц болып табылады. Міне осы радио толқынның нәтижесінде бүгінгі барлық технологиялар жетілді, дамыды, ұдайы өзгерісте болды деген сияқты бүгінгі игілігімізге жарап отқанның бастауында осы ғұламалардың ақыл ойы, өнертапқыштық қабілеттері тұр. Ал енді радиоға тікелей келетін болсақ, радионың өзі латынның сөзінен радиаре, радио, жан-жағына тарату, шашырау деген мағыналарды береді. Радиус, яғни сәуле тарату деген ұғымды береді. Радио, яғни бір нүктеден қашықтыққа ақпарат жеткізу, сымсыз ақпарат жеткізудің технологиясын біріктіреді. Алғаш осындай технологияға қол жеткізген ғалымдар, зерттеушілер, ізденушілер, өнертапқыштар, ол Маркони мен Попов болып есептеледі. 1895 жыл радионың өмірге келген жылы. Дегенмен радиоға қатысты әртүрлі пікірлері бар. Орыс ғалымдары мысалы Александр Попов алғаш рет ойлап тапты деп есептейді. Ал енді шетелдік ғалымдар болса басқа да пікірде. Александр Попов 1895 жылы Санкт-Петербург қаласында кемеден жағалауға ақпаратты радио құралдарының көмегімен жеткізеді. Ол радионың сол кездегі схемасы мына суретте бейнеленген. Радионың атасы ретінде 7 мамыр күні жыл сайын радио күні деп посткеңестік кеңістікте әлі күнге дейін аталып жүр. Ал енді батыс зерттеушілері көбіне итальяндық өнертапқыш Гульельмо Маркони радионы алғаш ойлап тапты деген пікірде. Бұл екеуінің өнертапқыштық радионы ойлап табу бір жылға келгенімен бірін-бірі көшірді деп айту қиын, өйткені ол кездегі ақпараттың алмасуы мүлде басқаша болатын. Дегенмен Маркони өзінің Италиясында, Попов Санкт-Петербургта 95 жылы алғашқы эксперименттерін жасайды. Маркони кейін Лондонға көшеді, Лондоннан ары қарай Америкаға жетеді. Сол жылда радионың технологиясын жетілдіруде үлкен жаңалықтар ашады, көптеген патенттер алады. Тіпті бір заманда оның Нобель сыйлығына алған жағдайларында болды. Оның тарихы да өз алдына жеке бір әңгіме. Дегенмен міне радионың бастауында осы екі тұлға тұр. Яғни бұлар радионың ақпаратын бір нүктеден екінші нүктеге жеткізу құралы ретінде жетілдірді. Дегенмен радионың өзінің пайда болғанына дейін оған белгілі бір дәрежеде негіз болған, серпіліс берген, іргетасын қалаған тағы бір технологияны айтуымыз керек. Оны Морзе аппараты, болмаса Морзе әліппесі деп айтады. Оны ойлап тапқан америкалық өнертапқыш Морзе Самуэл. Ол 1836 жылы электромагнитті сигнал беретін және қабылдайтын аппаратты және соның әліппесін жасап шықты. Бұл аппарат кейін бірнеше жылдар бойы жетілдірілді, ақпаратты жеткізу құралы ретінде күні бүгінге дейін қолданысқа ие болып келе жатыр. Оның негізгі технологиясы нүкте, сызықша сияқты таңбаларды комбинациясын қолдану арқылы
белгілі бір әріптерді, сандарды, ұғымдарды жеткізуге мүмкіндік береді. Оның кейін жетілдіру құралдары да пайда болды. Жазу құралдары, сақтау құралдары және оқу құралдары пайда болды. Тіпті механикаландырылған, автоматтандырылған неше түрлі құралдар осының негізінде кейін жетілдірілді. Міне, Морзе технологиясы радио ақпарат жеткізудің, сигнал жеткізудің алғашқы құралдарының бірі ретінде қарастырылады. Радиода дыбысты жазудың технологиясы айрықша маңызға ие болады. Ең негізгі басты құрал болып микрофон есептеледі. Микрофон деген сөз ол кіші дауыс деген гректің сөздерінен туындайды. Яғни дауысты тіркеу, дауысты жазу, дауысты алу құралы ретінде микрофон күні бүгінге дейін қолданылады. Ол еш уақытта өзінің маңызын жоймақ емес. Жалпы дыбысты жазу, дауысты жазу, музыканы жазу адамзаттың ұзақ жылдар бойы арманы болып келген. Алғашқы механикалық құралдар 18 ғасырдың басында музыка жазатын құралдар ретінде механикалық шкатулкалар, механикалық құралдар пайда болады. Міне, Швейцария сағаттың отаны ғана емес, осы механикалық құралдардың да отаны. Онда темір барабанға белгілі бір тербелістер, яғни тілшелер арқылы дыбыс шығарылады. Сол дыбыс музыкалық әуенге айналады. Кейін ол музыкалық шкатулка ретінде арнайы құрал болып қалыптасты. Тіпті оған арнайы темір дискілер де қолданылды. Яғни бұл дискілерді алмастырып отыруға болатын, және әр алмастырған сайын басқа бір әуен орындалатын. Тіпті бұған қосымша кейбір іс-қимылдарды қосқан, мысалы, мына шкатулканың үстіне балеринаны орнатқан жағдайлар да болды. Сөйтіп 18 ғасырда осындай да механикалық құралдар пайда болды. Бұл механикалық музыка, механикалық дыбысты тарату болатын. Енді бұнда ең маңызды құрал дыбысты жазу құралы. Дыбысты жазу құралы ретінде микрофон 1870 жылы ойлап табылды. Неміс инженері Дэвид Хуггес көмірінтақ микрофонын ойлап тапты. Яғни ұсақ көмір түйіршіктерінің тербелісін электр сигналына айналдыруға болатындығын бірінші рет дәлелдеп шығады. Бұл технологияны кейін 1876 жылы американ өнертапқышы Александр Белл телефон трубкасында қолданды. Жалпы 19 ғасырдың екінші жартысы осы технологиялардың бір өркендеу заманы болды. Соның ішінде 1877 жылдың маңызы зор. Осы жылы француздың зерттеушісі Чарль Кро өзінің полифон идеясын жариялап, соған патент алады, қаржы жинастырады, бірақ өкінішке орай инвестор табылмай, оның полифоны өмірге енбей қалады. Керісінше тура осы уақытта Америкада Томас Эдисон фонограф деп аталатын сөйлейтін машинаны жасап шығады. Мына суретте сол фонографтың алғашқы нұсқасы көрсетілген. Бұл темір фольгаға дыбыс бедерлері жазылады, сол дыбыстар және қайтадан оқылады. Өкінішке орай дыбыстың сапасы өте төмен, бірақ ажыратуға боларлық. Жалпы Томас Эдисон осы технологиялардың дамуында үлкен өзгеріс әкелген ізденуші, өнертапқыш. Оның 4000-нан аса дүниежүзі бойынша патент иесі екендігі белгілі. Мына электр қуаты, электр шамы сияқты радио технологиялары, дыбыс жазу технологияларына қатысты мыңдаған өзінің жаңалықтарын енгізген, болмаса жаңалықтарды жетілдірген. Міне сондай өнертапқыш деп бағалауымыз адамзаттың технологиялық өзгерісіне әкелген инженер деп қабылдауымыз керек. Мына жерде сол панефонның, фонографтың кейінгі үлгілері белгіленген. Бұл әрине механикалық құрал. Бұл фонографтың қазақ топырағына да тікелей қатысы бар. Өздеріңіз білетін болуларыңыз керек. 1925 жылы Париж қаласында дүниежүзілік экспо көрмесі ұйымдастырылады. Сол жерде әртүрлі ұлттардың өнерлері таныстырылады. Қазақстаннан, қазақ елінен өкілі ретінде Әміре Қашаубаев қатысып бірнеше концерт береді. Сол концерттерде Европа жұрты қазақтың үніне таң қалады.
керемет дауыс иесі ретінде бағалайды, және сол көрмеден Әміре Қашаубаев күміс жүлде алып, әлемдегі ең танымал орындаушы, музыка орындаушыларының қатарына енеді. Сол жолы жаңағы фонограф құралына Сорбонна университетінің профессоры Перна мен Шрамек Әміренің орындауындағы бірнеше әнді жазып алады. Ол әндер воск сияқты, мына қыл сияқты құралдарға жазылған болу керек. Кейін оның көшірмесі Мәскеуге алынады. Қазір бұл жазбалар біздің Қазақ радиосының алтын қорында сақталған, интернетте де тауып алуға болады. Міне осылайша алғашқы жазу құралдары фонографтың өзі қазақ даласына жеткен екен. Қазақтың үні сол фонографқа жазылған екен. Негізі бұл технологияны жетілдірушілер өте көп болды. Соның ішінде айрықша бір айтатын адам неміс инженері Эмиль Берлинер. Ол микрофонды жетілдіреді, яғни дауыс анық жазатындай құралдарды ойлап табады, және бұрынғыдай қатты темір қалбырлар емес, енді химиялық жолмен алынатын пластинкаларға жазу технологиясын меңгереді. Міне мына көз алдарыңызда алғашқы сол граммофон пластиналарына жазылған құрал көрсетілген. Өздеріңіз көріп отырсыздар, оның дауыс зорайтқышы өте үлкен, ауқымды, өзі де механикалық құрал ретінде көп орынды алады. Бірақ граммофон пластинкаларын жасап шығару, бұл оны өндірістік негізге, яғни бизнес ретінде дамытуға жол ашады. Грамм пластинкаларды преспен көбейтуді Франкфуртта тұратын Луи Розенталь деген инженер енгізеді. 19-20 ғасырдың басында бұл технология грамм пластинкалар өте үлкен тиражбен тарай бастайды. Ал енді 1907 жылы француз инженері Гильон Кемлер патефон деген аппаратты ойлап табады. Ол француздың Пате фирмасында жасала бастайды, үлкен тиражға ие болады. Міне патефонның кейінгі көрінісі мынадай, яғни мына үлкен дауыс зорайтқыш шағын ғана құралдарға айналады, алып жүруге қолайлы болады, және бұл патефон күні бүгінге дейін жұмыс істеп тұр, музейлерден көруге болады, дауысын, музыкасын тыңдауға болады, неше түрлі өмірден өткен адамдардың дауыстары жазылған, әндері жазылған құрал ретінде өте кең танымал. Бұның қазақ даласында да бұның қатысы бар. 20-шы жылдары мемлекеттің саясатын насихаттауда, халықты сауаттандыруда, ән, болмаса басқа да насихат сөздерді таратуда патефон құралдары өте кең қолданған. Оның басында біздің Ахмет Байтұрсынов сияқты ұлт көсемі болған. Ол тіпті осы патефондарды тарату үшін Лениннің ақыл кеңесін алып кездескен. Соның нұсқауы бойынша кейін қазақ даласына осы құралдар жетеді, және арнайы пластинкалар жазылады. Жалпы біз радионың технология ретінде, журналистік құрал ретінде дамуында жаңағы жеткізу құралы ретінде бір түсінсек, микрофон екінші бір маңызды рөл атқарса, сонымен бірге сақтау құралы ретінде магнитті жазбаның орны бөлекше. Дауысты жазу, өзіңнің әңгімеңді жазу, сұхбатты жазу, міне осы магнитті жазбаның негізінде ғана мүмкін болды. Оның алғашқы идеясын Оберлен Смит есімді инженер 1888 жылы идеясын ұсынады. Біраз уақыттан кейін, яғни 1896 жылы дат инженері Вальдемар Паулсен телеграфон деген аппарат жасап шығады. Міне мына жерде соның алғашқы нұсқасының біреуі көрсетілген. Бұл құралда міне магнитті жазба металл пластинаға, қалбырларға жазылады. Сол арқылы және қайтадан тыңдауға мүмкіндік болады. Мына бір құралда соның кейінгі үлгілері көрсетілген. Сым проволокаға, яғни ұзын сымға магнитті әдіспен дауыс жазылатын болған, музыка жазылатын болған, және оны қайта тыңдауға мүмкіндік болатын болған. Міне алғашқы құралдар осылай темірдің көмегімен, жұқа қалбырлардың көмегімен жүзеге асқан екен. Мына 1900 жылы жарық көрген магнитофонда сол темір қалбыршалардан тұрады, темір лентадан тұрады, жұқа лентадан. Сол жұқа ленталар айлану арқылы жаңа магнитті жазба жасалатын болған.
Бұл құрал өте үлкен және ауыр салмақта еді. Салмағы 200 кг көлемінде болады. Және осы қалбыршаға небәрі 12 минут қана жазба жазу мүмкіндігі туады. Бұл әрине өте аз. Оның үстіне оның тыңдалу сапасы да, жазылу сапасы да өте төмен болатын, бірақ дауысты музыканы ажыратуға мүмкіндік беретін. Содан кейінгі технология ретінде магнитті лентаға көше бастадық. Оның магнитті лентаға 20-шы жылдардың басында Фриц Пфлеймер есімді неміс инженері патент алады. Кейін оны бас фирмасы өндірістік жолға қояды. Бірақ дегенмен бұл технологиялар ұзақ уақыт кең қолданысқа ие болған жоқ. 30-шы жылдары және 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде ол әскери мақсатта қолданылды. Сол салада дамытылды, жетілдірілді. Мына барлау құралы ретінде, мына әуедегі, кемедегі байланысты басқару құралы ретінде қолданылып жүрді. Бірақ тек қана көпшілік қолданатын құралы ретінде, әсіресе журналистер қолданатын құралы ретінде ол 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін ғана қолға алына бастады. 1948 жылы неміс инженері Эрик Гондасен Гонди атты репортерлық магнитофон жобалап жасайды. Ол магнитофон өте үлкен, қозғалуға келмейтін және аз ғана жазу мүмкіндігі бар еді. Бірақ дегенмен осы технология жетілдіріледі. Мысалы 1952 жылы жарық көрген мына магнитофон алғашқы сол журналистік құрал ретінде кең тарай бастайды. Оның салмағы 12 кг болады. Енді бірақ барған жеріңде, көтеріп жүріп те, барып та сұхбат алуға, дауысты жазуға, репортаж жүргізуге мүмкіндік туа бастайды. Ал енді мына кейінгі суретте 1960 жылы жарық көрген швейцарлық магнитофонның бейнесі белгіленген. Бұл енді әлде қайда жетілдірілген құрал болып есептеледі. Жалпы 60 жылға дейін радиода ақпарат тарату, хабар тарату тікелей эфирде жүргізілді. Оға дейін қолдануға қолайлы, тиімді, икемді жазу құралдары болған жоқ. Тіпті ән орындаудың өзі радиода тікелей эфирде жүріп тұрды. Концерттерде, мысалы хордың музыкалық шығарманы орындауда тікелей эфирде микрофон алдында жүзеге асырылатын. Тек қана 60 жылдардан бастап магнитті жазба кең тарай бастады. Соған байланысты барлық дауысты, хабарларда, монтаж ретінде, жазба ретінде қолданылатын болды. Мына жерде міне 30-шы жылдары болған BBC компаниясында қолданылған магнитофонның көрінісі бейнеленген. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте ауқымды магнитофон, бірақ жазу мүмкіндігі, жазу ұзақтығы өте қысқа болатындығын, бұл аз уақыт қана қолданылды. Міне алғашқы магнитофонның үлгісі мынадай болады. 35-ші жылы шыққан екен. Магнитті лентаға жазатын құралдар шықты. Жаңағы айтқанымыздай, дүниежүзілік соғыс жылдары бұл технологиялар біраз тоқтап қалды және кейін ғана қайтадан қолға алынып дами бастады. Жаңағы айтқанымыздай 60-ші жылдар технологияда үлкен өзгерістер алып келді. Жаңа жеңіл құралдар пайда бола бастады. Соның ішінде мысалы Репортер 5, Репортер 6 деген құрал Венгрияда көптеп шыға бастады. Біздің кеңістіктегі журналистердің барлығы күні кешеге дейін осы құралдарды пайдаланды, сұхбаттарын жүргізді, дауысты жазып алды, репортаж жүргізді деген сияқты. Ал енді 1961 жылы қазірге дейін қолданыста бар кассета деген ұғым дүниеге келді. Магнитті кассеталар өте қолдануға ыңғайлы еді. Дауыс сапасы да жеткізу құралы ретінде, көшіру құралы ретінде де өте кең қолданысқа ие болды. Соның ішінде мысалы суретте бейнеленген Sony компаниясының 1979 жылы шығарған өнімі миллиондаған тираждармен тарады. Ең танымал құрал ретінде көпшілікке тарады. Яғни репортерлік құралдар осы 70-ші жылдардан бастап жедел дами бастады. Кейін 90-ші жылдар цифрлық құралдар пайда болды. 2000 жылдан кейін тіпті өте шағын цифрлық басқару құралдары, жазу құралдары, жеткізу құралдары, жетілдірілген микрофондар пайда бола бастады. Ал енді мынау студиялық электромагнитті жазу құралы. Бұл жаңағы өзіміз айтқандай ұзын лентаға
дауыс, музыка, хабарлар жазылатын, және ол кесу, желімдеу арқылы монтаждалатын, түрлі эффектілер жасалатын. Осы құрал 60-шы жылдардан бастап 2000 жылға дейін барлық радиостанцияларда қолданылып келді. Қазақ радиосының негізгі алтын қор материалдарының барлығы осы магнитті лентада сақталған. Ол әрине қазір цифрлы копиялары жасалып көшірілді дискілерге, DVD-лерге, жесткий дисктарға деген сияқты. Бірақ дегенмен негізгі ұзақ уақыт журналистік хабарларды даярлау, жазу, монтаждау құралы ретінде осы электромагнитті жазу құралы қолданылып келді. Енді қазақ радиосына, қазақ топырағындағы радионың келуіне қысқа тоқталып өтейік. Жалпы алғашқы радиостанциялар Қазақстанда 1912 жылы пайда болды деп деректер бар. Сол кезде қазіргі Ақтау қаласының маңында Александр порты деген қалашық болған. Сол қалашықта мына Каспийдегі кеме қозғалысын басқару үшін, бақылау үшін радиостанция пайда болады. Ол енді телеграф қызметін атқарады. Жаңа Морзе әліппесі арқылы ақпаратты алу, ақпаратты беру, кім қайда келе жатыр, неге келе жатыр, қандай жүк тасымалданады деген сияқты мағлұматтарды және әскери мақсаттағы ақпаратты тарататын болған. Сол сияқты Түркістан қаласында сол уақытта радиостанция жұмыс істеген. Кейінірек ол радиостанциялардың қатары ақырындап көбейе бастайды, бірақ тым көп болған емес. Ал енді радио хабарды тарату құралы ретінде ол тек қана 1921 жылы мүмкін болды. Сол жылы Қазақ СССР Халық комиссарлар кеңесі республикалық радио хабарларын таратуды жолға қою туралы шешім қабылдайды. Міне сол шешімге сәйкес сол кезде Қазақстанның астанасы Орынбор қаласында 1921 жылдың қазан айынан республикаға ақпарат трансляция беріле бастайды. Бұл кездегі радионың форматы радио газет деп аталады. Яғни газетке дайындалған материалдар, қысқа хабарлар радиода оқылатын. Міне сол ақпаратты тыңдаған адамдар радио хабар тыңдаушы болып есептеледі. Күн сайын 1600 сөзден тұратын радио бюллетенді таратуға құқық беріледі. Яғни келесі жылдың күзінде Қазақ радиосы өзінің 100 жылдық мерейтойын атап өтеді деп жоспарланып жатыр. Үкіметтік шаралар қабылданып жатыр. Міне Қазақ радиосында кең тарауға, яғни бұқаралық радио ретінде тарала бастағанына 1921 жыл болып есептеледі. Зерттеушілер Қазақ радиосының радио хабарларының даму кезеңдерін мынадай кезеңдерге бөледі. Қазақ жеріндегі радиоландыру ісі сол 20 жылдары қалыптасты. Радио хабарларының жаппай дамуы 27 жыл мен 41 жылдардың аралығын қамтиды. Бұл кездегі бір ерекшелігі радиомен қатар жаңағы жоғарыда айтқан патефон, яғни грамм пластинкалардың таралуы жолға қойылады. Сол арқылы ақпарат тарайды, өйткені радионы тыңдайтын нүктелер өте аз болады. Сонымен қатар осы кезеңге тағы бір сипаттан ол радио әуесқойлар үйірмесі, радио әуесқойлар клубы, радионы белгілі бір орында жиналып тыңдау, клубтарда тыңдау сияқты шаралар қолға алынады. Ал енді радионың бір дамуында үлкен серпіліс болған кез ол екінші дүниежүзілік соғыс кезеңі болып табылады. Осы кезде халықтық патриоттық рухын көтеруде, әскер соғыс жаңалықтарын жеткізуде, тылдағы еңбеккерлерінің жұмысын жеткізуде, жалпы музыка таратуда, елдің рухани сұраныстарын қанағаттандыруда радио үлкен қызмет атқарады. Соғыстан кейінгі өнеркәсіпті қалпына келтіру, халықтың әл-ауқатын көтеру мәселесінде де радио белгілі бір қызмет атқарды. Ал енді радионың бір алтын кезеңі ол 60-70 жылдар деп есептеледі. Осы кезде радионың жанрлары да, радионың форматы да өзгерді. Жаңа радиостанциялар пайда бола бастады. Бірнеше ұлттық тілдерде хабар таратуды жолға қойды. Музыкалық жағынан, көркемдік жағынан радио көп өскен уақыт осы 60-70 жылдар деп есептеледі. Сол сияқты 1985-91 жылдарды қайта құру және жариялық радиосы деп атаймыз. Өйткені бұл кезде радионың ақпараттық сипаты мүлде өзгерді.
тың деректерді беру, журналистік материалдарды терең жазу, аналитикалық материалдарды беру жағынан көп серпіліс болды. Қызықты материалдар көп жазылды, берілді эфирге, бірнеше радио станция жұмыс істеді деген сияқты. Ал енді радионың жаңа кезеңі деп біз тәуелсіздік жылдарын айтамыз. 1991 жылдан бастап қазақ радиосында, жалпы Қазақстанның радиосында үлкен серпілістер болды. Меншік түрі өзгерді, радионың сипаты өзгерді. Мемлекеттік радиолармен қатар жеке меншік радиолар дүниеге келді. FM радиосы сияқты сапалы радио хабар тарату жолға қойылды. Радио технологиялық жағынан да, шығармашылық жағынан да өсті. Кейінгі 2000 жылдан бастап цифрлы технологиялар өте батыл енгізіле бастады. Соның нәтижесінде бүгін Қазақстанда белгілі бір дәрежеде дамыған радио хабар тарату жүйесі орнықты. Қазір ондаған радиостанциялар жұмыс істеп жатыр. Олардың қатарында жергілікті шағын аумаққа хабар тарататын арналарда өте көп. Тіпті мына интернет технологияның, цифрлы технологияның дамуына байланысты қазір подкасттар тез дами бастады. Тіпті мекемелер, ұжымдар, жеке адамдар, музыканттар өздерінің радиостанцияларын аша бастады. Ондай мүмкіндік өте көп. Кез келген адам қазір радио ақпарат таратуға, радио технологияның мүмкіндіктерін толық пайдалануға барлық негіз бар. Енді алғашқы кезде жаңағы айтқандай радио нүктелер өте аз болды. Міне соның ішінде біздің екінші астанамыз Қызылорда қаласында 26 жылдың 3 қазанынан қазақ радиосы тұрақты хабар беруді жалғастырған. Ал енді Алматыдағы радиостанция 1931 жылы 1 мамырда ашылады. 4 мамырда өлкөлік еңбекші қазақ советская степ газеттерінің алғашқы нөмірлерінің мақалаларын берумен өзінің жұмысын бастайды. Алайда оның хабарлары маусымның бас кезінде ғана тұрақты түрде таралып, көлемі тәулігіне алғашқы 4 сағат, кейінірек 6 сағаттан 12 сағатқа дейін жеткізілді. Міне сол кезде Алматы қаласының көшелерінде репродукторлар орнатылды. Сөйтіп радио хабар таратуысы дами бастады. Мысалы, мына бір ақпаратта 1933 жылы республикада 218 радио торап, 22.528 хабар тарату нүктелері болды деген ақпарат бар. Оның басым көпшілігі ауылдық жерлерде орналастырылған, өйткені хабар таратудың негізгі мақсаты көп халықты қамту болатын. Олардың берген хабарларының сипаты мына жерде көрсетілген. Соның ішінде жергілікті хабарларға да көңіл бөлінетін болған. Хабарлар осы 30 жылдардан бастап қазақ, орыс, өзбек және ұйғыр тілдерінде беріле бастады. Енді хабар таратудың жаңа бір кезеңі еліміздің елордасы Астана қаласына, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласына көшуіне байланысты орын алды. 1998 жылдан бастап қазақ радиосы Астанадан да қатар хабар тарата бастады. Ал енді 1912 жылы толыққанды негізгі қазақ радиосының редакциясы Астана қаласына көшірілді. Сол жерде Қазмедиа орталығында орналасқан Алматыдағы филиалы да жұмыс істеп тұр. Ондағы ең жетік қазіргі заманғы технологиялық құралдар орнатылған. Қазақ радиосы қазір әлемдегі кез келген радиостанциямен техникалық жағынан да, шығармашылық жағынан да бәсекелесе алады. Өз тәулік бойы хабар таратып, аудиториясын күн өткен сайын кеңейтіп келе жатыр. Қазақ радиосының тыңдармандары өте көп, миллиондаған адамдармен есептеледі. Радионың таралуы ерекшелігі, радионың қолайлық ерекшелігі міне осындай мүмкіндікке ие болып отыр. Міне технологияның дамуы дегенде біз бүгін үш мәселеге тоқталдық. Бірінші, радио ақпаратты жеткізу құралы ретінде, екінші, мысалы жазу құралы ретінде, сақтау құралы ретінде. Ал енді сол технологиялар 100 жылдық, мысалы 150 жылдық тарихтан өтетін болса, қазір соның барлығын бір ғана құрал атқаратын болды. Мына суретте қазіргі заманғы блогердің құралы ретінде бейнеленген. Мына төмендегі YouTube каналының сілтемелерінде Apple компаниясының промо ролигі көруге болады.
бұл промо-роликте мынадай идея тұр. iPad құралы арқылы, яғни планшет арқылы бүгін музыканы жазуға, өндіруге, бейнені түсіруге, клип жасауға, музыканы қайтадан жазып шығуға, монтаждауға, оны жинақтауға, сөйтіп қайта интернет арқылы таратуға, кері байланыс орнатуға, яғни радионы болмаса видеоны таратуға қатысты барлық процестің барлық міндеттердің барлығын тек қана бір ғана құралмен атқаруға болады деген ұғым береді. Өздеріңіз қарап көріңіздер, тәп-тәуір қызықты ақпарат. Яғни бүгінгі журналистқа көп дүние керегі жоқ, барлық құрал өз қолында. Қолындағы құралды пайдаланып, өзінің ақпаратын тарата алады, жеткізе алады, танымал ете алады, табыс та таба алады. Бүгінгі лекциямызға қатысты не оқуға, не көруге болады деген сұраққа жауап берейік. Ең бірінші мен сіздерге радионың майталманы, кезінде журналистикада үлкен орын атқарған Рамазан Сағынбеков ағамыздың Алматыдан сөйлеп тұрмыз деген кітабы бар. Бұл кітапта қазақ радиосының тарихына қатысты құнды мағлұматтар өте көп. Радионың қалай қалыптасты, қалай жетілді, қандай форматтарды бағындырды, бағдарламалар қандай сипатта болды, кімдер еңбек етті, кімдер басқарды деген сұрақтардың барлығына жауап береді. Сол сияқты профессор Намазалы Омашұлының радио журналистика оқулығы бар. Ол бірнеше рет жарық көрген. Сол кітапта да радионың тарихына қатысты, радиодағы тұлғаларға қатысты өте көп мағлұматтар бар. Сонымен қатар Мәскеу мемлекеттік университеті ғалымдарының жинағы радио журналистика деп аталады. Ол кітаптан да жақсы мағлұматтарды алуларыңызға болады. Сол сияқты мына жерде екі YouTube хабарына сілтеме орналастырып қойдым. Бұл жерде микрофонның тарихы, дыбыс жазудың тарихына қатысты жаңағы біз айтқан адамдарға көрі тереңірек, мол мағлұматтар беріледі. Бос уақытта қарап көріңіздер. Ақпарат ағылшын тілінде, орыс тілінде де көптеген мағлұматтарды интернеттен табуға болады. Видео ақпарат та бар, басқа да ақпараттар бар. Радионың тарихында небір қызықты оқиғалар болған, солармен өздеріңіз ізденіп танысуларыңызға мүмкіндік бар. Сонымен бүгін радионың қысқа тарихын айтып шықтық. Радионың журналист құралы ретінде қандай жолдан өткендігімен қысқа таныстық. Алдағы уақытта осы әңгімені жалғастыратын боламыз. Бүгінгі лекциямыз аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.